Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті бауырлар, кеш жарық баршаңызға да. Кейбіреуіңіз енді төсекке дайындалып жатқан шығарсыздар. Енді бірақ біз жақта енді 9:30 енді болып жатыр. Ассаламу алейкум тағы да енді қосылып жатқандарыңызға. Өткенде мен эмоция туралы айтқан едім. Сол жерде бір-екі адам айтуға оңай деп жаза салыпты. Жазуға оңай ғой негізі. Сол айтуға оңайды өзіне айту керек сияқты ғой. Соны мен тағы да бір кішкентай қосып кеткім келіп жатыр. Эмоция жайлы бір кішкентай сөз қойсам, ортада сосын сұрақтарыңыз болса айта кетерсіздер. Құрметті жақсылар, эмоция адамның өмірінде өте пайдалы дүние. Оның пайдасы сол, адам өмірін сезініп өтеді. Адам осы өзінің өмірін сезінбесе, оның дәмін білмесе, оған эмоциясыз болып, тек қана суық ақылмен, немесе эмоцияны сезіне алмай, біреу келіп, біреу кетіп атса, оны басқара алмаса, ол адам өзінің өмірінің дәмін сезбей өтетін адам. Сол үшін мен ағын суды, адамның сол бір таяз жеріндегі ағын суды сондай адамға теңестірдім. Өзінің эмоциясын басқара алмайды. Ағып атқан кезінде сатырлатып, шашып жан-жаққа. Қандай эмоция келсе соны шығара салады, қандай кетсе соны қалаған жерінде қолдана салады. Психолог мамандар не дейді бұған? Біріншіден, дұрыс, эмоцияны ешқашан жасырып тығуға болмайды. Дұрыс ол. Эмоцияны тосамайсыз. Бірақ эмоцияны ақылды ғып пайдалану керексіз. Өміріңізде өйткені эмоция сізге кейде зияндығын тигізетін кездерде болады. Мысал айтайық, ең қарапайымы, жанұялық мәселелерде бір нәрсені ұлыңыз, қызыңыз, немесе жан-жарыңыз дұрыс түсінбей қалдыңыз, бір нәрсені айтып қалды, немесе бір қылығын көріп қалдыңыз, сізге ерсі болып қалды сол қылығы. Соған енді бір ерсі болып қалды, бірден ортада эмоцияны сәл тоқтай тұрып, ақылменен, жай байсалдылықпенен мәміле қылбасаңыз, іс өрбімейді, сол жерде шешіледі. Ал бірақ егер бірден ой келді да, ешқандай пауза қоймастан бірден эмоцияны бере салсаңыз, сіз бұзасыз. Бұл жақын адамдардың бәрімен сондай. Ата-анаңыз, бала-шағаңыз бәрі. Иә, өте ауыр нәрсе. Бірақ бұл дағдыланған адамға, үйренетін, өз-өзін үйренген адамға жақсы. Өйткені ғалымдар сол үшін айтады. Мен айтып алып өкінгенім көп болды, айтпай қалып өкінгенімнен көрі деген сөзі бар. Яғни сіз бір сөзді айтпай қалғаныңызға өкінгеніңіз аз болады. Айтып алып сол сөзді, ол сөздің жарасы қалады ғой адамда. Кейін артынан өкінгеніңіз сізге қиынырақ болады. Эмоцияны қалай реттейміз? Бірінші мен реттеу жағын айтпай тұрып, оның өмірдегі мәнін, пайда зиянына сіздерді кішкентай түртіп кеткім келіп жатыр. Оны түсініп атқан шығарсыздар, тағы да кішкентай айтқым келеді. Эмоция өмірге пайдалы. Пайдалысы сол, өмірді сезінуді үйретеді сізге. Ол біздің жүрегіміздегі бір сондай бір керемет Алланың берген қасиеті, Алланың мейірімі. Эмоция арқылы біз араласамыз, эмоция арқылы біз барлық мәселелерді шешсек те болады. Бірақ эмоция кейде артық болып кетсе, зияндығын тигізіп жатады. Және зиянды эмоциялар дегенде түсінік бар мамандардың арасында. Зиянды эмоциялар. Мысалы, ашу, ол зиянды эмоция. Бірақ ашудың өзінің орны бар. Ашу адамға энергия береді, күш-қуат береді. Сол үшін кейде бір спортқа барып атқан адамдарды ашуын көтеру үшін оны сабайды. Мысалы, ауыр темір көтеріп атқан адам арқасынан сабап жібереді. Анау арқасы ауырғаннан ашуланып, барып темірді көтереді, кіртасын көтереді, штангыны. Немесе жаңағыдай боксқа шығайын деп атқан адамды сабап жібереді. Анау ашуменен сосын төбелестің ішіне кіріп кетеді дегендей. Оған ол пайдалы. Кейбіреулерге зиян, мысалы, жақын адамыңызбен мәміледе ашу келетін кездер болады, бірақ ол жерде сізге жараспайды. Мысалы, ұстаз өзінің шәкірттеріне ашу келетін кездер болады.
Бірақ барлық ашуын көрсете беру ұстазға жараспайды. Шәкірт немесе бала өзінің ата-анасына ашуы келетін кездер болады. Бірақ сол ашуын қолдануы оған жақсылық алып келмейді. Яғни жақсы орында бар, жаман орында бар. Қалай эмоцияны басқарамыз? Мен оны да мысал ретінде айттым. Үлкен ағын су қанша терең болған сайын, оның ағысы астында болады, беті тынық болады. Яғни терең адамдар да сондай. Ол тіпті ондай ағыс, табанда ағып атқан ағыс мүлде қатты болуы да мүмкін. Ана бетіндегі салдырап атқан таяз жеріндегі ағыс ондай емес. Бәлки тереңде жатқан ағыс қатты болуы мүмкін. Адамды эмоцияны бас деп үйретпейді ешкім. Өзіңізді ішіңізге тығып, барлық нәрсені жұтуды ол дұрыс емес. Бұл бәлки зиян. Барлық эмоцияны жұта беру, барлық нәрсені ішке тыға беру, бұл өте қате пікір. Бірақ эмоцияны басатын бірнеше жолдар бар. Біріншісі ақыл. Эмоцияны ақыл басады. Сол үшін бір эмоция келген кезінде пауза беріңіз. Сөйтіп, сол іске ақылменен қарауға әрекет жасаңыз. Ақылмен қарауға әрекет жасайтын орындар абстрагироваться деп айтылады. Яғни сол жерден өзіңізге сырттан қарауға әрекет жасаңыз. Яғни немесе сұрақ қойыңыз. Сенің осы істейін деп тұрған ісіңді егер сыртыңнан ертең қарасаң, ертең или 5 күннен кейін қарасаң, дұрыс бола ма қазір? Осылай істегенің. Мысалы, қазір ашуланып, мен баламды сабайын деп тұрмын. Мысалы да, енді, сен қазір балаңа қол көтерейін деп тұрсың. Ол мынандай бір айып жасап қойды. 5 күннен кейін сен өзіңе қарашы, қазір не істейсің деген сияқты. Ақылға салыңыз. Ақыл осы жерде сізге өзіңіздің орныңызға қояды. Яғни абстрагироваться, отырған орныңыздан шетке шығу. Ойша шығу, жылдап шығу, күндеп шығу, яғни бір уақыт беріп, немесе басқа бір адам ретінде. Сенің жаныңда тұрған, мысалы, өзің сыйлайтын пәленше деген адам соған қарап тұрса, немесе әкең қараса, анаң қараса, немесе пәленше деген ұстаз қарап тұрса, саған не дер еді осы жерде? Осы істегенің дұрыс дермеді деген сұрақ қоясыз. Бұл ақылды қолдануға сізге мұрша беретін, себеп беретін әдіс. Эмоцияны баса алады бұл нәрсе. Екінші нәрсе. Эмоция, зиянды эмоциялардың біреуі қайғы, зиянды эмоциялардың біреуі реніш деген эмоциялар бар, сезімдер бар. Осы сезімдерден қалай арыламыз? Бірінші орында, мысалы, қатты эмоциялар, ашу сияқты, қорқыныш сияқты. Осы эмоциялардың бірінші орында адам денесінің жүріс-тұрысын өзгерту арқылы. Екінші әдісі сол, адам өзінің сыртқы жүріс-тұрысын өзгерту арқылы. Оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан. Егер ашуланып тұрсаң, тұрып тұрсаң, отырсаң, жат деп айтылады. Сол үшін, мысал айтайық, ашуланған адам, пайғамбарымыздың осы сөзін қандай керемет қылып айтылғандығын қараңызшы. Ол кісі болмаса бұндай бір психология оқымаған ғой. Бірақ мәнін қараңыз қандай. Ашуланған адам тіке тұрады, ашуланады. Яғни ол жаңадегі ұр немесе қаш деген жағдайда тұрады, ашуда. Дәл сол кезде адам егер жатып алса, аяқ қолыңыз созып жатып ашуланып көріңізші, қалай ашуланады екенсіз? Керуатқа жатыңыз, аяғыңызды айқастырып алыңыз, сөйтіп қолыңызды қойып алып, енді ашуланып көріңізші осылай. Ей деп ашулана аласыз ба? Мүмкін емес. Аяқ қолыңыз созылып, жаңа өзіңіз жайын жатқан кезіңізде мүлде ашуланамайсыз. Яғни кейпіңізді өзгертсеңіз болды. Ашу сәл орынға басылады, ақылға келеді. Дәл сол сияқты барлық нәрсенің өзінің әдісі бар. Мысалы, қорқыныш кезінде адам жиналады. Сіз жиналмаңыз. Керісінше, қорқыныш кезінде адамның дем шығаруы тез дейді. Соның бәрін керісінше жасасаңыз, мысалы, терең дем алу арқылы қорқынышты жеңуге болады. Кейпіңізді өзгерту арқылы қорқынышты жеңуге болады. Осындай бірнеше әдістер бар. Бұл екінші әдіс. Біріншісі ақылға салу, екіншісі кейпіңізді, сыртқы келбетті дене пішімін және деміңізді өзгерту. Үшінші, бұл ұзақтан қарайтын әдіс.
Ол, мысалы, Дейл Карнеги де қолданды бұны өзінің кітаптарында Джон Кихода айтады, атақты бестселлерді айтып жатырмын. Ал енді шындап келгенде үлкен психотерапевт мамандар да бұл жағын айтады. Адамдар өзінің, оны қалай айтса болады, кризистік жоспар дейікші, қарапайым тілде айтқанда, профилактикалық кризистік жоспар. Алдын ала сіз өзіңізді зерттейсіз. Мен соны айттым өткенде. Қалай эмоцияңызды басқаруды үйренесіз десеңіз, алдын ала сізді не ашуландырады, сізді не қайғыртады, сіз неден қорқасыз, яғни сізге зияндығын тигізетін орындарды үйреніңіз, өзіңізді таныңыз. Өзіңізді алдын ала танып алғаннан кейін, мен қазір мынандай нәрсеге жолығатын болсам деп жоспар құрып қойыңыз алдын ала. Мен бүйтіп тұрамын, бүйтемін, содан қашудың әдісін ойлаңыз. Сонда сіз зиянды эмоцияға түспейсіз. Сонда сіз соның барынша алдын алған боласыз. Сіз қолыңыздан келген істеңіз. Ал енді болашақты ешкім болжап мүмкін емес. Сондай жағдайға келіп қалғанда не істейсің дегендегі профилактиканы жасап қойсаңыз, өзіңіздің эмоцияңызды дұрыс қолданған боласыз. Міне басқарудың әдісі. Сол үшін айттым. Үлкен терең су өзінің астындағы оқыр-шоқырларын көрсетпейді. Беті тегіс болып тұрады. Яғни сіз де өзіңізді танығаннан кейін, өзіңіздің күшіңізді қай жерде жаңыласыз, қай жерде шалынасыз, соны білсеңіз, соны алдын алып реттейсіз. Сол үшін мен мысал айттым, құрметті бауырлар. Сол үшін мысал айттым. Бір үлкен тіл маманы дүниеден өткен кезде, оның кластасы келіп көңіл айтып тұрып, кезінде марқұм жақсы кісі еді, қандай керемет еді, балалық шақты бір еске түсірші, бір күлкілі әңгіме айтам деп, бұл ырыға тіл келмейтін еді. Сол кезде мен бүйтіп айтсам, ол бүйтіп айтты, мен соны бүйтіп мазақтадым деп әзіл қылып айтса, бірге 30 жыл сонымен жұмыс істеген мамандар, бір жерде жұмыс істеген ғой енді. Солардың өзі отырып алып айтады дейді. Ол кісінің ырыға тілі келмегенін ешқашан естімегенбіз, ол кісі ондай тілінің мүкісі жоқ деп. Ортада талас болып кетіп, ақыры әйелі отырғасын сұрайды ғой, сіз айтыңызшы десе, ол кісі ырыға тілі келмейді дейді. Бірақ білімінің жеткендігі сонша, ол ырысы бар сөзді қолданбайтын дейді. Мүлде қолданбайды. Ойлаңызшы, қандай тіл байлығы, қандай өткірлігі. Дәл сол сияқты эмоцияны да осылай алдын алып реттеп алуыңызға болады. Сонда барып, көп адамдар менен сұрап жатады, ойпырмай, қалай сабырлы болсақ болады, қалай ондай болсақ болады. Алдын ала жоспарлап қоюға болады көп нәрсені. Шама жеткенше кризистік профилактикалық жоспар деген болады. Мынандай менің әлсіздіктерім бар. Сол әлсіздіктеріме жолыққанда не істеймін? Шамам келгенше қай жерден айналып өтсем соған жолықпаймын. Жолықпағанда не істеймін деген сияқты жоспарларды реттесеңіз, қандай керемет болады. Сондықтан бір адам айтуға оңай екен деген сөзіне риза болдым. Қосымша айтқым келетіні, құрметті бауырлар, егер сіз эмоцияңызды өзіңіз ұстай алмасаңыз, оны ақылға салу күшіңізге жетпесе, маман адаммен отырыңыз. Ол бір. Егер оған ақша жұмса, маманға жұмсағыңыз келмесе, онда өміріңізге жаны ашымаған адамсыз. Сіздің өміріңізді өзіңіз құртып жүрсіз. Ал екінші айтпағым, құрметті бауырлар, егер сізде өзіңіз басқара алмайтын қорқыныш, сондай бір болады адамдарда. Немесе өзіңіз басқара алмайтын ашу, неистовый, бір ерекше ашу болатын болса, сондай бір ерекше нәрселер болса, сізде эмоцияңызды жоғалтып алатындай, өзіңізден кетіп қалатындай дәреже болса, міндетті түрде емделіңіз. Бұл жақсы емес. Өзіңіздің өміріңізді құртасыз. Қаражат жұмсап, егер соны емдей алсаңыз, ақшаға сатып алсаңыз, денсаулықты, онда бұл денсаулық үшін қанша ақша десе де, ол арзитын дүние. Ал егер оған сіз жаныңыз ашмаса, онда өміріңізді өзіңізбен өзіңіз жіберген боласыз. Себебі, құрметті бауырлар, көп адамдар өзінің өміріне немқұрайды қарайтыны соншалықты өзінің сезімін зерттемейді.
өзінің іс қимылын, әрекетін зерттемейді. Ал Омар халифаның әсем сөзі бар, құрметті бауырлар. Хасабу қабла ан тухасибу. Өз-өзіңді есепте, ертеңгі есепке қалмас үшін дейді. Қиямет қайымның есебі болады. Барлық айтқан сөзіміз, барлық істеген қылығымыз ертең есебі бар. Екі иықта періште отыр, жазады. Жақсы ісіңіз, жаман ісіңіз, екеуінде жазып отырады. Ал бірақ қазір өзіңіздің есебіңізді реттемесеңіз, ондай болса сіз өзіңіздің өміріңізді сүріп жүрген жоқсыз. Өміріңізді өзгертіңіз. Қолға алыңыз өзіңізді. Өзіңіздің мақсатыңыз сіздік емес. Өзіңіздің өмірге деген көзқарасыңыз сіздік емес. Сіз біреудің арманымен, біреудің көзқарасымен өмір сүріп жүрген жансыз. Бірақ өмір сіздікі да, қалғанның бәрі өзгенікі болды. Ендеше, құрметті бауырлар, қолға алыңыз өзіңізді.